Бәріңе сәлем. Менің видеома қош келдіңіздер. Бүгін тағы да біз үй тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бізге қазақ тілі пәнінен үй тапсырмасына 4 және 5 тапсырмаларын берді. 4 тапсырмада бізге 4 түлікті баяндауды берсе, 5 тапсырмада істеу мағынасындағы фразеологизмдерді табуды берді. Ендеше 4 тапсырмадан бастасақ. Қазақ халқы 4 түлікті кері санаған. Себебі 4 түлік қазақ халқының көлігі, ас тағамы, кесек киімі, саусақ сүті, мал десе малы. Өзіміздің күнделікті өмірде киім-кешек, көрпешелеріміз, кілем маталарымыз барлығы малдың терісінен, жүнінен жасалынады. 4 түлікте ешкі, қой, жылқы, сиыр, түйе жатады. Ал үй жануарлары, мысалы мысық, ит, ол қазақтар үшін жай ғана үй хайуандары деп саналған. Ендеше жылқыдан бастасақ. Жылқы түлік патшасы, жылқы сүтінің ата-бабамыз қасынан тастамаған қымы жасалынады. Және етінен қазы, шұжық, тағы да басқасын жасайды. Жылқы еті суықтан сақтаса, сүтті көк жөтел, өкпе ауруларына пайдалы. Ал ендеше түйеге келсек, түйе ол түлік төресі. Ол түліктердің ішіндегі ең шыдамды, денесі бойы үлкен, әрі салмағы ауыр жануар. Түйе сүтінен шұбат әзірлейді. Ал сиыр өте пайдалы түлік. Оның терісі, еті, сүті, мүйізі барлығы халық еміне пайдалы. Сиырдың төлі бұзау деп аталады. Енді ешкіге келсек. Ешкі, қой екеуі де халқымызда бұрыннан таныс әрі қасиетті жануар. Қазіргі кезде қойдың басын үлкен қонаққа арнап дастарханға қояды. Қой өте сүйкімді, ешкі тентектеу, бұзық десек те болады. Және осы түлекке арнап мына өлең жолдары бар екен. Түйе байлық, қой мырзалық, ешкі жеңілдік, жылқы сәндік, ал сиыр ақтық. Осымен менің 4 тапсырмам орындалды. Ендеше 5 тапсырмаға көшсек. 5 тапсырма. Мезгіл істеу мағынасында құлқын сәріде ертемен деген сөзді білдірсе, азанда, о баста, басында, алғашқыда деген сөзді білдіреді. Ал айдың күні аманда деген ол тыныштықта, жайлықта деген. Екіншісі мекен істеу мағынасында деген сөз. Bir төбе бұл ерекше деген сөзді білдіреді. Ал қаперсіз, жайбарақат, бам кәм деген сөзді білдіреді. Ал көз алдында деген сөзіміз бетпе-бет, жүзбе-жүз деген сөзін білдіреді. Және аяқ астына деген сөз бар екен, бұл бізге кенеттен, шоқ жерден, тағы да басқа сөздерін бейнелейді. Енді сын қимыл істеу мағынасында қараптан қарап жүріп деген ол бостан босқа, текке текке деген сөзді білдіреді. Ал аттың жалы түйенің қолында ол асығыс қарбаласта деген сөзді білдірсе, табан аузында деген ол жалма-жан деген сөзді білдіреді. Тиіп қайта деген үлгірдің соқпа-соқ деген сөзді білдіреді. Менің шағын видеом да аяқталып қалыпты. Міне осылай 2 тапсырманы аяқтадым. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ендеше мен видеомды аяқтаймын. Сау болыңыздар.